Барлықтарыңызға ассалам алейкум. Бүгін молочная девочка дайындаймыз. Толық рецепт описанияда жазылып тұр. Ол үшін жақсы қымбат сапалы сгущенка қолданамыз. Менде 3 желания. Сгущенкаға үй температурасында тұрған сары майды салып, жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқаларымыз саламыз. Жақсылап біркелкі болғанша миксерлейміз. Ұнымызға қамыр қопсытқыш салып, араластырып, електен өткізіп қосамыз. Ең басында шашырап кетпеу үшін осылай миксердің көмегімен араластырып аламыз. Кейін қосамыз. Қамырымыз дайын болды. Формамызды пергаменттің үстіне қойып, керек диаметр сызып аламыз. Менікі 20 диаметр. Тесіп дайындап алған пергаментке үстіне 2 ас қасық салып, жақсылап түзулеп, 180 градуста 4-5 минут пісіреміз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға, сахарный пудра немесе қант салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Сливкиімізді құйып, қою, крем болғанша араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ол үшін подложканың астына кішкене осылай крем жағып аламыз. Жылжып кетпеу үшін 2 ас қасықтан салып, жақсылап жағып шығамыз. Тортымызды жинап болдық. Кішкене қисықтау болғаннан кейін оның үстінен ацетатный пленканы жауып, формамен қысып түзулейміз. Ең бетіндегі кремді түзулеп, пищевой пленка жауып, холодильникке 5-6 сағатқа қалдырамыз. Холодильниктен шыққан тортымыздың формасын бәрін шешеміз. Әрлеуге кірісеміз. Жан-жағына осылай қалған кремдерімізді жағып, түзулеп шығамыз. Шетін осындай вафельный крошкалармен әрлеп шығамыз. Вафельный крошканың рецепті менің каналымда бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Ең үстіне өздеріңіз жазуларыңызды жазып, немесе түрлі жеміс-жидектермен әрлесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, нәзік торт болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.